Hi everyone, how are you? Бүгін сіздермен сұраулы сөздермен танысатын боламыз. Ол қандай деп ойласаңыздар, мысалға what сөзі, иә? What is your name? Бұл сұрақты естіген боларсыз. Бұл, яғни what сұраулы сөзі қандай, қалай деп аударылады. What is your name? Сенің атың қалай? Иә? Немесе сенің атың кім? Келесі what color is it? Оның түсі қандай? What color is it? It is yellow. Ол сары. Келесі who сөзі. Who. Кім деп аударылады? Who is she? Ол кім? She is my people. Ол менің оқушым. Мысалы, келесі how деген сөз. How жекеде тұрады, және де бірнеше сөздермен тіркесіп келеді. Мысалы, how жеке тұрса, қалай деп аударылады? How are you? Қалың қалай? How many деген сұрақ болады. How many, яғни ол қанша деген сөз. How many apples are there? How many apples are there? Мысалы, бұл жерде қанша алма бар, е? How many қанша? Және де how many саналатын заттармен сұрағанда қолданылады. Мысалы, apples, алмалар саналады, е? How many apples? We can count apples. Оларды санай аламыз. Мысалы, there are 5 apples. Бұнда 5 алма бар. Енді how much сөзі ол да қанша деп аударылады, бірақ ол саналмайтын зат есімдермен қолданылады. How much is it? How much is it? Яғни әдетте заттың бағасын сұрағанда қолданамыз. Яғни ол саналмағандықтан how much деп айтамыз. Келесі how сөзімен тағы да тіркесіп келетін сұраулы сөз. How long? Жалпы long деген ұзындықты білдіреді. How long? Яғни қанша уақытты мөлшерлегенде айтамыз. How long have you been there? Ол жақта қанша боласың? How long? Қанша? Бұл уақытқа байланысты қолданылады. Мысалы, How long have you been there? I have been there for 3 months. Мысалы, ол жақта 3 ай болдым. Қанша болдың деген сұрақ болса, яғни бұл уақытқа байланысты. How long? Шатастырмаймыз. How much, how many? Заттың мөлшерін сұрасақ, бағасын, мөлшерін сұрасақ, how long? Бұл уақытқа байланысты сұрақ. Келесі сұрақ. Where? Where сұрағы. Where қайда деген сөз. Where are you? Сен қайдасың, е? Where are you? Where is she? Ол қайда? She is in America. Ол мысалы Америкада. Келесі when. When деген қашан деген сөз. Мысалы, when is your birthday? Мысалы, сенің туған күнің қашан? When is your birthday? Бұл уақытты сұрағанда қолданамыз. Келесі тағы бір сұраулы сөз. Why? Why? Неге деп аударылады? Why are you unhappy? Сен неге көңілсізсің? Мысалы, why are you happy? I have a bad, terrible headache. Мысалы, менің басым ауырып тұр, е? Сондықтан көңілсізбін. Сонымен сіздермен бүгін бірнеше сұраулы сөздерді айттық. Қайталайық. Енді бір қайталап шығайық. What, қалай, қандай. Who, кім. How many, how much, қанша. Мөлшер сұрағанда. How long, қанша уақыт. Как долго деп аударылады. Қаншалықты ұзақ. How long. When, қашан. Where, қайда. Why, неге.
Жақсы. Видео ұнаған болса, сізге пайдалы болған болса, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді жазып кетсеңіз болады, және әлі де тіркелмесеңіз, каналға тіркеліп алыңыз. Бірге ағылшын үйренейік. Goodbye, everyone.